Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 143 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ойын ережесін құра аламын, айыру таңбасы. Бұл сабақта сен құрамында айыру таңбасы бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. Айыру таңбасын жазып үйренесің. Хат жазуды үйренесің. Балалар, мына суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл көп қабатты үй екен. Көп қабатты үйлерде нелер болады балалар? Әрине балалар, подъездер болады екен. Енді балалар, подъезд деген сөзге дыбыстап көрейікші. Қандай дыбыстар бар екен? П, О, Д, Е, З, Д. Қандай әріп дыбысталмай қалды балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл айыру таңбасы екен. Айыру таңбасы дыбысталмайды екен. Бүгін біз айыру таңбасы немесе айыру белгісі деп айтсақ та болады. Айыру белгісімен танысамыз. Мына тіріс тарту жаттығуын жаттап алайық. Айыру белгісі съезге келді. Көп кісі. Енді балалар, съез деген сөзге дыбыстық талдау жасайық. Съез деген балалар көп адам жиналатын жиынды айтады. Съез сөзіне буынға бөлейік. Съезд бір буын бар. 4 дыбыс бар. Оның біреуі дауысты дыбыс, үшеуі дауыссыз дыбыс. Айыру белгісі сөздің ортасында кездесіп тұр. Яғни айыру белгісі дыбысталмайды екен. Келесі разъезд. Разъезд деген темір жол бойында орналасқан шағын елді мекен екен. Разъезд 2 буын бар. 6 дыбыс бар. Оның 2-і дауысты, 4-і дауыссыз. Айыру белгісі сөздің ортасында кездесіп тұр. Сонымен балалар, айыру белгісі туралы не білдік? Ол таңба екен. Сөздің ортасында кездеседі екен. Басқа тілден енген сөздерде кездеседі екен. Дауыссыз дыбыс пен кейбір дауысты дыбысты ажырататын таңба екен. Енді оқулығымыздағы бірінші тапсырмаға қарайық. Оқы. Съезд, разъезд. Сәлем хат. Самат разъезде тұратын атасы мен әжесін қатты сағынды. Сол сағынышын тілі жеткенше айтып хат жазбақ болды. Ақ қағаздың басына сәлем хат деп үлкен әріптермен жазып қойды. Сәлем хат. Ата, әже, қалдеріңіз қалай? Ауырмай сырқамай жүрсіздер ме? Көкем не істеп жатыр? Біз де аман саумыз. Балалар, хат 3 бөліктен тұрады. Хаттың басқы бөлігінде кімге арналғаны, оның қал жағдайы сұралады. Ал ортаңғы бөлімінде өзің туралы айтасың, өзіңнің жағдайың туралы әңгімелейсің. Ал соңғы бөлімінде, яғни өзің хат кімнің атынан екені және қоштасу сөздері айтылады. Күні айтылуы мүмкін. Енді балалар, осыған сүйене отырып, мына хатты жалғастырып көріңдер. Разъезд дегеніміз не? Жауабын дереккөзден тауып оқы. Кел ойнайық. Ойынның аты адасқан әріптер. Ойынның ережесі адасқан әріптерден ұлттық ойын аттарын құрастыру керек. Кім дұрыс құраса, сол жеңімпаз атанады. Яғни балалар, осы ережеге сәйкес мына сөздерден ұлттық ойын аттарын құрастырайық. 3-ші тапсырма. Тапқан ұлттық ойындарының біреуімен ойын ережесін құрастырып көр.
Ол үшін дереккөздерді басшылыққа ал. Балалар, дәптерімізге айыру белгісін жазып үйренеміз. Жұмыс дәптеріміздің 41-ші бетіндегі тапсырмаларды орындаймыз. Айыру белгісімен айыру белгісі бар сөздерді және хатты аяқтап жазамыз. Іске сәт, балалар.